Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода мен өзімнің Work and Travel Experience'ым жайында айтатын боламын. Мен осы бағдарламаға 2024 жылдың жазында және осы жазда 2025 жылғы қатысушысы болдым. Ең алдымен Work and Travel программасы деген не? Бұл exchange программа болып табылады, яғни сіз өзге елге барып, өз мәдениетіңіз жайында, өз еліңіз жайында оларға айтасыз, ал басқа елден сол жердің мәдениетін сіңіріп, сіз өз еліңізге қайтып келесіз. Яғни Work and Travel программасының ең басты мақсаты бұл культурный обмен болып табылады. Және Work and Travelға қатысудың бірнеше критерийлары бар, бірақ олар өте жеңіл. Ең біріншісі, сіз жоғары оқу орнының студенті болу керексіз, яғни бакалавр студенті, магистрант немесе докторант. Бірақ көбінесе бакалаврда оқып жүрген бірінші, екінші, үшінші курс студенттеріне болады, ал егер сіз 4-ші курста оқысаңыз, онда көп агентстволар ондай студенттерді алмайды, себебі визадан отказ болуы мүмкін. Бірақ егер сіз медицинада оқитын болсаңыз, онда 5-ші, 6-ші курстарда да қатыса бере аласыз. Және магистратураның 1-ші курс студенттері көбінесе, докторанттарды білмеймін, бірақ болады деп тұр. Сонымен қатар сіздің жасыңыз 1-ші мамыр, маусым, шілде, тамыз, мамыр, 1-ші маусым және сіздің жасыңыз 1-ші маусымға дейін, яғни жаз басталғанша дейін 18 жас пен 26 жас аралығында болу керек. Сіз қазір 17 жаста болсаңыз, программаға бере аласыз. Мен өзім ең бірінші рет берген кезде мен 17 жаста болдым, бірақ қыста 18-ге толдым. Яғни жаз басталғанда сіз ұшаққа ұшпай тұрын, сізге 18 жас толып қою керек. Келесі ағылшын деңгейі болу керек. Негізі көбісі кеңес беретін pre-intermediate, intermediate деңгейінен, бірақ тіпті ағылшын білмейтін адамдар да программамен қатысып, ағылшынды үйреніп, виза интервьюға дейін барады, немесе кейбірлері үйренбей әйтеуір сәтті болып визадан өткетеді. Ол адамға байланысты, және егер сіздің ағылшын деңгейіңіз жоғарырақ болса, онда күштірек жұмыста табылады. Мысалы, көбірек адаммен сөйлесетін, ал егер ағылшын онша болмаса, онда back of the house, сондай көп сөйлеспей, қолмен физикалық жұмыс жасайтын жұмыстар болады. Және ақша керек болады, ол жайында кейінірек айтамыз. Немесе басқа видео түсірем. Ал неге мен бұл программаға қатысқым келді? Менің ойымша біз көретін көп фильмдер, сериалдар бізге қатты әсер етеді, сондықтан көп жастар Америкаға баруды армандайды. Солардың бірі мен де болдым, қатты Таймс-скверді, Голливудты көргім келді. Сосын мен кішкентай кезімде Flex деген программада мектепте оқып жүргенде берген болатын. 2 рет тапсырдым, бірақ өкінішке орай өтпей қалдым. Және бұрыннан бері осы Work and Travel программасы туралы еститінмін. Универге түскенде Америкаға баруға күшті мүмкіндік деп ойладым. Әсіресе мен Flex-тан өтпей қалғаннан кейін бұл бір гештальтымды жабу, американский мечтамды орындау деген сияқты нәрсе болды. Және менің ойымша сіз сервис индустриясында, қызмет көрсету индустриясында істесеңіз де, бұл сізге қаншама үлкен есіктерді ашады. Сіз жай Американы көресіз, әртүрлі жерлерге саяхаттайсыз. Бұл бірінші плюсы, көптеген плюстарының біреуі. Сосын әртүрлі елдерден адамдарды кездестіресіз, мүлдем басқа континент, мүлдем басқа мәдениет, сондай жерді көрген білмеймін. Даже сіз өзіңізге ұнамайтын, енді ондай жұмыс болмай қойсын, бірақ бір өзіңізге ұнамай қалған жұмыс болса да, сіз қасыңызда жүрген адамдардың арқасында или жай Америкада жүргендіктен сол жұмысты жақсы көріп кетесіз деп ойлаймын. Бұл программаны мен айтқандай 9-шы, 10-шы сыныптарда естіп жүрдім. Және процесс негізі күзде басталады, сентябрь, октябрь айларында, өйткені программа бағасы басқа агентстволарда ең төмен болады. Және егер сіз бұл процесті тезірек бастасаңыз, онда сізге көбірек жұмыстар көрсетіледі, немесе
сіз басқа қатысушыларға қарағанда көбірек жұмысты көре аласыз, үлкенірек выбор болады. И өзіңізге де жақсы емес па, стрессовать етпей фотоңызға түсесіз, документтеріңізді жинайсыз, сосын асықпай келесі процесстерден өтетін боласыз. Сонымен мен ең бірінші жылы 17 жаста болдым, ата-анамды әрең дегенде көндірдім. Сосын программа айтпақшы, рассрочкамен төлеуге болады, және толық бағасын төлеуге болады. Сосын мен ата-анамнан рассрочканың бір жартысын төлеп беруге сұрадым. Мен айтпақшы ЦМО деген агентствомен бардым. Қазір агентстволар өте көп. Списогын осында жазып кетемін. Сол агентстволарға өздеріңіз жазып, бағаларын сұрастырсаңыз болады. Бірақ мен 2 жыл бойы Центр международного обмена деген осы агентствомен бардым. Сол ата-анамды көндірдім, ақшасын төледім, бірақ әлі маған жазда тағы ақша төлеу керек болды. Сосын маған февраль айында бір офер түседі. Массачусетс штатынан болады. Оның алдында мен көп YouTube'дан видеолар қарайтын, TikTok, Telegram, бүкіл жерден іздейтін. Және көп адамдар маған Делауэр, Мэриленд деген сияқты штаттарды кеңес беретін, өйткені ол жерде ешқандай налог ұсталынбайды. Қателеспесем пейчектан, және егер бір нәрсе сатып алатын болсаңыз, онда ол жерде тағы да налог ұсталынбайды. Америкада Қазақстандағыдай емес, сіз мысалы мынау iPad'тың бағасын көресіз, $500 деп тұрады, сосын штатқа байланысты үстіне тағы процент қосылады. Мысалы, Массачусетс штатында ұмытып қалдым, нақты неше болғанын. Мысалы, $100 қосылады. $100 үстіне қосылады. Және тамаққа, басқа да заттарға, әр штатқа байланысты заңдар әртүрлі, солай болып тұрады. Сол штаттарды бәрі маған кеңес берді. Сосын мен сайтта, работодательдердің сайтында сол штаттарға қатты барғым келді. Бірақ мені олар қабылдамады, маған ол жерден ешкім офер жібермеді. Содан кейін маған Массачусетс деген штаттан бір офер келеді. Мен естіп алғам, Массачусетстан налог деген қатты, ол жерге баруға не стоит деген сияқты. И қорқып жүрдім. Оппозиция қандай десеңіздер, басер болды. Еще ставкасы $10 болды сағатына. Мен ана жерден естігем, $15 болса күшті, $14 сағатына, сондайдан жоғары болса күшті деп. И маған келіп тұрғаны Массачусетс, налог көп штат, $10 сағатына, ол аз болып саналады. И плюс типсі деп тұрды. Ойладым, жарайды, типсімен кішкене нормально болатын шығар деп. Сосын хаусинг, яғни мен тұратын үй, ол маған жұмысшым береді. Оның бағасын қарасам $175 шығып тұр бір аптаға. Сосын мен жаңағы зарплатамды санайым, өйткені анда сағаты жазылып тұрды, 35-40 сағат деген сияқты ма, или 35-тен аспайды деп па. Есептедім. И санасам, маған программаны жаппас түгілі сол үйіме төлеуге, кішкене программаға әйтеуір есептегенде өте аз шығып тұрды. И мен қатты уайымдай бастаймын. Бірақ сосын Google-ға сол ресторанды жазып көрсем, Google Maps-тан жақсы ресторан, сосын менде работодательмен собеседование болды. Сөйтсем, ол әйел Молдовадан екен, орысша сөйлейді, әйтеуір жақсы өтті. Сосын айналасын қарасам, маған ол жер ұнады. Ойладым, жарайды енді бірінші жылым барып көрейін, мүмкін ұнар деп ойладым. Сосын барсам, мен Кейп-Код деген полуостровта істедім. Мен ол туралы мүлдем естімегем, бірақ бармай тұрып, мен көп чаттардан естідім. Кейп-Код деген күшті жер деп мақтады. Сосын әйтеуір түк білмей, бір өзім жалғыз сол жерге ұшып бардым 18 жасымда. Кстати, оның алдында мен ешқашан шетелде болмағам, ешқашан самолетта ұшпағам. И бұл менің бірінші перелетім, бірінші международный перелетім, және бірінші рет шетелге шығуым, және Америкаға барғаным болды. Білмеймін, мен сол кездерді есіме түсірсем, бір күшті сәттер, білмеймін, өзіме қатты ұнайды. Бір өмірімдегі ең бақытты сәттерім, менің ең үлкен арманым орындалмақшы күшті кез болды. Сосын сол жерге келем, Бостонға ұшып келем, Бостоннан Хайанис деген қалаға барам. Ол жерден мені работодателім өз қалама дейін машинасымен аппарат күтіп алады. И мен сол жерге барам,
Бостоннан автобуспен сол полуостровқа бара жатқан кезде маған сол жер өзіме қатты ұнайды. Табиғаты, үйлері, вот ойлаймын, тура мен қалаған жер деп. Себебі бүкіл жер ұнап тұр, күшті болып тұр, өзім қалағандай домиктары кәдімгі кинолардағыдай солай. Сосын үйге барам, үй менде лендлордпен болды, яғни сол жерде үйді арендаға беретін кісі болды. Сосын бір кішкентай отбасы болды, яғни әйел 2 баласымен тұрды, бірақ көбінесе бәрі жұмыста, сабақтарында, және мен бір орыс қызбен тұрдым, Полина деген, екеуміз бір комнатада тұрдық. Бірақ айтып тұрғандай үйде почти бүкіл уақыт бойы тек екеуміз болдық, басқалар жұмыста, бізде де жұмыс көп, бірақ үйде жүргенде обычно екеуміз ғана болатынбыз. Сондай үй тоже 2 этажды, бірақ біз 1-ші этажында тұрдық. Содан кейін мен аптасына $175 төлеу керек едім ғой, және маған лендлорд айтады, сен 175 емес, аптасына $150 төлей бер дейді. Сонда маған төлейтін ақшам азайып тұр. Содан кейін ставка $10 дедім, бірақ сөйтіп ресторанға барсам, ол сағатына $11 болды, яғни $1 көбірек. Енді қатты көп емес, бірақ сонда да егер сағатпен есептесек, $1 да мәні бар. Күн қатты түсіп тұр. $1 да әсері үлкен. Содан кейін, ресторанды көрдім, андай бір винтажный, сондай современный емес, бірақ өзіме ұнады. Сосын барып жүрген күндері бізде әрқашан живая музыка болатын. Музыканттар келіп гитарасымен ойнайды, маған қатты ұнап жүрді. Менің позициям офер келген, ол басер болды. Бұл жерде тоже ресторандарда кішкене басқаша система. Бізде мысалы бір официант болады, ол заказ қабылдайды, тамағыңызды әкеледі, бәрін істейді. Ал бұл жерде кейбір ресторандарда тоже сондағыдай, бірақ в основном бізде тек бір адам ғана ғой. Ал ол жерде фудранер тамақты алып келеді, сервер деген ол главный официант заказ алып қабылдайды, көбінесе адамдармен сөйлеседі. И басер адамдар кеткен соң столды жинап кететін адам. Менде басердің позициясы болды, бірақ мен білдім, ішімнен ойладым, менің ағылшыным жақсы, мен басқа позицияға сосын өтем деп. Солай болды, 1-2 апта бойы басер болып жүрдім, сосын мені фудранерға қойды. Басында тексерді, 3 тарелка ұстай алам ба, ұстай алмадым, бірақ енді үйретті ғой. И просто шустрая болып жүрдім, ағылшыным жақсы болды, сөйлесіп сөйтіп жүрген соң мені фудранердің позициясына қойды. И жаз бойы негізі бізде ресторан өте күшті ресторан болды. И бағалары да төмен емес, андай fine dining, чек минимум 2 адамға бір $100, $150 болатын шығар. И типсыдан мен білмеймін, если честно, қанша процент алып жүрдік, но өте бизи күндері, мысалы $100 болды. Мен көп істемейтін, аптасына 35 сағаттай болатын. Және мен екінші ресторандарында, бұл мен работодательдарында 2 ресторан болды. Бірінші основной ресторанда мен 5 күн істейтін, и бір ресторанда 6 күн істеймін аптасына. Және сол ресторан сол 2024 жылы ашылған, мен олардың ашылуына көмектесіп, стеналарын бояп, сөйтіп басында көмектескем. И өте бизи күндері мен $100 типсы істейтінмін, мысалы, тек қана чаевоймен. Ал қалғаны, мысалы, $50 ставка, бірақ пейчек бергенде ол жерде налог ұсталынады. Бірақ менің айтарым, налогтан вообще қорқудың қажеті жоқ, налог туралы ойлап, мені қорқытты, Массачусетста көп налог деп. Бірақ налог үлкен болғанмен, менің зарплатамда күшті болды. И сонда санағанда менде $20 асып тұрды да бір сағатта. И басер болғанда, негізі фудранер болғанда тоже жазын ортасына дейін біз тамақты тек скидкамен ала алатынбыз, ал содан кейін бізге уже фудранерларға бесплатно бере бастады. Менюдан белгілі бір нәрселерді таңдай аласың, бірақ сонда да рестораннан бесплатно тамақ жеу күшті болды маған. Және екінші жұмысым менде кофейняда болды. Ол жерде маған қатты ұнайтын, мен
екі болгар мен істедім. Екеуі қыз бен жігіт болатын. Өткен жылы 23 жылы істеген, сосын 2024-те бірге істедік біз. Негізі ресторанда үшеуміз болатынбыз. Оның егерлері, ресторан деппін ғой, кофейняда. Оның егерлері де Болгарияның адамдары, и тағы кейде бизи болғанда бір қыз келіп тұратын, ол да болгар. Сонда бәрі болгарша сөйлейді, мен ғана қазақ болдым. И мені о жерге қабылдап алғаны тоже бір бақ болған сияқты. Өйткені мені қабылдаған сол болгар қыз. Ол айтты, менің алдымда көп адам келді, менен кейін көп адам келді, бірақ сен маған ұнадың, сосын мен сені бостарыма көрсеттім деп мені сол үшін алды. Айтып тұрмын ғой, мен ол кезде андай бақытты болып, арманым орындалып, күшті болып жүрген кезім. Сосын сол энергияны да адамдар сезді деп ойлаймын. Сол болгарлармен істедім. Ол жерде менде ставка $15 болды сағатына, и типсы сол жерде тоже қалдырады. Ол жерде уже электронный да типсы болды, яғни анда төлейтін жерде компьютер сияқты тұрады, и сосын минимум 15%, 18% и 20% заказдан беріп тұратын. Мен ол жерде бариста болып істедім, кофе жасауды үйрендім, және біз үшеуміз ғана болғандықтан ол жерде тағы сэндвичтер сатылатын, сонда үшеуміз араласып тұратынбыз. Біреу кассада, біреуі кофе жасап тұрады, біреу сэндвич, солай әртүрлі. И адамдардан заказ қабылдау да маған ұнайтын, олармен сөйлесу, білмеймін. И ол жерде де бесплатный тамақ, не қалайсың ішесің, не қалайсың жейсің. И ресторан мен кафе болған соң ол жерде тамақтардың качествосы жақсы болды да. И мен уақыт кетірмеймін, ақша кетірмеймін, и пайдалы заттарды жеп жүрдім. Вот. И жалпы жазым күшті өтті, Массачусетс, Кейп-Кодты, білмеймін, бәріне кеңес берер едім, бірақ бәрі мен сияқты нәрселерді ұнатпайды. Көбісі айтады скучный деп. Ол жерде негізі өте білімді адамдар. Бостонның қасында мен ойлаймын, білімді адамдар тұрады деп. И Кейп-Кодта оқыған, сосын пенсияға шыққан апа-аталар тұрады. Жазда олар немерелері келет, немесе басқа штаттардан жазда отбасымен демалуға келет адамдар. Өте қауіпсіз, өте тыныш, табиғаты әдемі, кофейня, ресторан, пляжға баратын сондай күшті жер. Кім сондай тыныштық, табиғат жақсы адамдарды ұнатады, соларға кеңес берер едім. Ал егер сіздер андай партияларға барып, анда-мында жүргілеріңіз келсе, бұл жер қызықсыз болады деп ойлаймын расымен. Бірақ ақша тапқанға жақсы жер. Сосын парти болмаса да, мен всегда коворкерларыммен жұмыстан кейін, или выходной күндері көрші қалаларға барып, или пляждың қасында bonfire жасап, біздің шеф сондайды көп жасайтын Пуэрто-Рикодан. Вообще латинецтар, латинкалар маған қатты ұнайды, сондай күшті, жылы адамдар, вот сондай bonfire жасайтын. Білмеймін, вообще қызық емес кездер жоқ, әрқашан қызық болатын. Өте күшті жаз, сол жазды қатты өзіме ұнайды. Ең бірінші рет қой шетелге шығуым күшті болды. Көп адамды қызықтыратын сұрақ, мен қанша ақша таптым? Егер үйге құртқан ақшаны санамағанда, мен налогсыз таза тапқан зарплатамды қосқанда, шамамен $17,000 шықты бүкіл 3,5 ай бойы. Бірақ мен оны путешествияға құрттым, Wild West туралдым, телефон алдым. Соңына қарай уже ақшаны ойламай, негізі шынды айтсам құрттым. Және Қазақстанға 3,5 миллиондай ақшамен келдім. Негізі кеңес беретінім көп адамдарға блокнот бастап, сол жерде календар сияқты сызып, күніне істеген сағатыңызды, алған типсыларыңызды жазып жүруге кеңес беремін. Мен өзім солай істедім. Себебі кейбір кездері маған типсы берілмей қалды. Мен работодательға айтатын, вот осы күні берілмеді деп қағазымды көрсетіп. И ол сосын егер қалып қойса өзінде беретін. Немесе кейбір кездері сағат дұрыс келмей қалады. Мен айтатын, вот мында осылай деп. Олар мені алдағысы келіп, олай емес, кейде енді солай болып қалады. Сіз өзіңіз өз сағаттарыңызды, өз ақшаларыңызға тиянақты қарап біліп жүргеніңіз дұрыс. Осымен осы видеоны аяқтайын. Екінші бөлімін қаласаңыздар, және жалпы видео ұнаса комментарийға жазып кетіңіздер. Тағы қандай темада видео қалайсыздар? Work and Travel'дың процесі жайында, немесе кеңестер жайында видеолар көргілеріңіз келеді ме? Рахмет, сау болыңыздар.